Бәріңізге сәлем. Бүгін түрік баклавасының рецептісімен бөлісетін боламын. Өте дәмді болады, жасап көріңіздер. Жұмыртқамызды жарып аламыз, және де араластырып, қаймағымызды қосамыз. Оны да араластырып аламыз жақсылап. Одан соң уксус, яблочный уксус қосамыз. Тағы да араластырып, сұйық майымызды құямыз. Кәдімгі пісте май, және де су, және де ерітілген сары май. Жақсылап араластырып алып, ұнымызға разрыхителімізді салып, екі бөлікке бөліп, қамырымызды елеп аламыз. Мен астына описанияға құрамдарын жазып кететін боламын, қанша граммнан қосатынын. Енді қамырымызды 20 минутқа тындырып қоямыз. Одан соң жаңғағымызды езіп дайындап алатын боламыз. Енді қамырымыз дайын болды. Оны 8 бөлшекке бөлеміз. Және де домалатып аламыз барлығын. Енді бір-бірден алып жаятын боламыз. Астына кукурузны крахмал шаша отырып жаямыз. Жоқа болу керек. Жақсылап осылай жайып алып, орап, қазір бір-біріне жиырамыз. Осылай шеттен жиырамыз, және де ашып аламыз. Енді жан-жанын ғана осылай жіңішке етіп ашып шығып, ортасына жаңғағымызды қойып, екі бетімен үсті-үстіне жабатын боламыз. Көргендеріңіздей ортасы қалың, жапқан жеріміз жұқа ғана болу керек. Осылай әр жерін түйіп шығатын боламыз. Түйіп болғаннан соң бізге қажет емес бөлшектерді кесіп алып тастайтын боламыз. Және де дұрыстап аламыз. Осылай міне кері қаратқан кезде осындай әдемі қатпар болып шығады. Және де сол бетіме пісіретін боламыз. Негізі өте дәмді болады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай барлығын дайындап алып, формамыздың астына май жағып, бәрін қойып шығатын боламыз. Барлық баклавамызды осылай түйіп алып, қойып шығамыз. Және де біз майымызды, сливочный майымызды бір қайнатып алып, бетіндегі ағын алып тастап, көпіршігін осы баклавамыздың бетіне сеуіп шығамыз. Барлық майымызды құямыз. Астында жазып кеттім қанша грамм екенін. Енді сиропқа қант, су, лимон салып қайнатамыз 20 минут. Міне біздің баклавамыз пісті. Ыстық болып тұр. Сиропымызды соған ыстықтай күйінде құямыз. Осылай сіңу керек. 2 сағаттай комнатный температурада суиды, және де холодильникке 1 сағатқа, 2 сағатқа салсаңыздар болады. Міне осында әдемі болып шықты. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнап жатса подписка жасап кетіңіз.